26'da birinci esep. Esепте нүктелердің координаталары берілген. Бірінші, бұнда y тең болады x куб функциясының графигіне тиісті ме, сол нүкте тиісті емес пе, сол сұраққа жауап берейік. Бірінші нүкте бізде а нүктесі x2-ге y16-ға тең дейді. Яғни мұндағы x-ның орнына 2-ні қойған кезде y16 шығу керек. Шықса тиісті, басқа сан шықса тиісті емес, соны тексереміз. Y тең болады бізде 2-ның кубы. 2-ның кубы ол 2 көбейту 2 көбейту 2 ол 8, 8 тең емес 16-ға. Ендеше тиісті емес болады. Осылай барлығын тексеріп шығамыз. Екінші нүкте бізде в нүктесі -1 де -1. Мұнда -1-дің кубы тең болады. Теріс санның тақ дәрежесі теріс сан шығады. -1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең, -1 тең -1-ге. Онда бұл тиісті болады. Үшінші. С нүктесі 3-54. 3-дің кубы 27-ге тең, 27 тең емес 54-ге. Ендеше бұл тиісті емес болады. Төртінші. Д нүктесі -2 да -8. -2-ның 3 дәрежесі. Теріс сан тақ дәрежесі теріс, 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. -8 тең -8. Бесінші. М нүктесі -0,2 де -0,8 дейді. -0,2-ның 3 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі 8, 0,2 деген 3 рет болғандықтан өтірден кейін жалпы 3 сан болады. 1, 2, 3 санның алдына өтір қоямыз. Теріс сан тақ дәрежесі теріс сан сонымен жерде минус шығады. Онда минустан басып қойып, -0,8 тең. Ендеше бұл да тиісті болады. Алтыншы нүкте R -3-те 27. -3-дің кубы. Теріс сан тақ дәрежесі теріс сан дедік, 3-дің кубы 27-ге тең. Соны -27 тең емес 27-ге. Ендеше бұл тиісті емес болады. Жетінші. П нүктесі 0,3-те 1,127 дейді. 0,3-дің кубы. 3-дің кубы бізде 27. 0,3 жалпы өтірден кейін 3 сан. 1, 2, 3 санның алдына өтір қоямыз. 0,027. 1,127-ге тең емес. Ендеше тиісті емес болады. Соңғы нүкте -5-те -125. -5-дің 3 дәрежесі -5-дің 3 дәрежесі 125-ге тең. Мұнда тиісті болады екен. Осылай тексеріп шығамыз. 26-да екінші есеп. Бұл есепте бізде y тең болады 0,5 x куб функциясының графигін салыңдар дейді. Бірінші тапсырма. Енді графигін салып алайық. Бізге графигін салу үшін x-ке мән береміз, y-ті анықтаймыз, яғни координаталарды тауып аламыз. X-ке -4-тен бастап бере берейік. -4-тен. -4-дің 3 дәрежесі. -4 берсе өте үлкен сан шығып кетеді екен. Болсын жарайды. -4-тен -4-дің кубы бізде x куб. 4-дің 3 дәрежесі ол бізде 64-тен -64. Оның 2-ден 1 деген сөз 0,5 2-ге бөлеміз. -64 2-ге бөлсек -32 болады. -3-ті берсек 3-дің кубы 27, -27 12-ге бөлсек -13,5 болады. -2-ні бергенде -8, 12-ге бөлсек -4. -1
2 бөлеміз минус 2-ден 1 яғни минус 0,5. 0-ден 0, 1-де 0,5, 2-де дәл осы тек оң мәндермен болады. 4, 3-де 13,5, 4-де 32. Осы нүктелерді пайдаланып график саламыз. Енші графигін салайық. Бізде минус 4 деген. Графигінде бізде жоғары жақта 32 деген мән сыймас. 13,5-ті 14 деп алайын. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бізде бірінші нүкте минус 4,32 деген сыймайды. Қала берсін минус 3 болғанда минус 13,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Бүтін 15 деген жартысы. Дәл ортасынан бай белгілейік. Келесі минус 2-де минус 4, 1, 2, 3, 4. Нүкте минус 1-де минус 0,5. Нүкте 0-ден 0, 1-де 0,5, 2-де 4, 3-де 4 болғанда 13,5. Осы нүктелерді қосып кубтық парабола. Графигін алдық. Жасайық. Y өсі деп, X өсі 0, 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3. Мына бізде минус 4, 4, 13,5. Енді бізге айтады бірінші тапсырмада деп қойық. X-тің мәндері мына жерге осылай жазайын. Кесте түрінде берейік. Қысымда Y болсын. X-тің мәні минус 1,125 болғандағы функцияның мәні, минус 0,175 болғандағы функцияның мәні, одан кейін 2,5 болғандағы және 4 тегі мәндерін жазып шығу керек. Енді жалпы негізінде жоқ мәнмен алу керек. Тапсырма бойынша графиктен тап деп тұр. Есептеп емес, графикпен тап деп тұр. Графикпен тапсақ, қазір біздің график жаңа нақты прям әрбір сақ нүктеге сәйкес нүктелер табылмағандықтан кішкене ауытқулар болуы мүмкін, қателіктер болады. Сол үшін мен қазір мына жерде графиктен табамын да, одан кейін нақты мәнімен салыстырып, нақты мәнін ғана жазайын. Өйткені қате деп жазып жататындар болады. Бірінші, минус 1,125 деген ол минус 4-ден 5 деген сөз, 1,4-ден 1 ғой. Минус 1,4-ден 5 деген сөз. Енді бізде куб 0,5, яғни 0,5 деген 2-ден 1 деген сөз. Мынаның кубы бізде минус болады. 4-тің кубы 64, 5-тің кубы 125. Ендеше минус мынау бізде 128-ден 125 шығады екен негізінде. Енді мынаны көрсетейік. Минус 1,125 деген ол міне минус 1, мынаны 1, тура ортасынан, оның дәл ортасынан. Мына жер осы нүкте. Бізде минус 1,125 соған сәйкес функцияның мәні мына мән болады. Былай қарай кету керек еді. График осылай. Мына нүкте арқылы өту керек. Сонда мына бір нүктеге сәйкес келеді екен, мына бір нүктеге. Көрдік қой, мына жерде минус 1-ге өте жақын.
яғни мына нақты мәнге сәйкес. Мынан жоқ мәннен 10-9 мүмкін сөйтіп алуға болады. Нақты мәнін жаза салайын. Минус 128-ден 125. Графиктен қалай таптық десек, мына нүктені тауып, сәйкес нүкте, мына нүкте деп көрсетеміз. Бірінші нүктеміз осы. Екінші нүкте минус 0,175. 175 деген ол 4-тен 3 деген сөз, минус 4-тен 3. Онда да минус 2-ден 1 көбейтілген 64-тен 3-тің кубы 27. Сонда минус 128-ден 27 болады. Минус 128-ден 27. Табайық мұнан. 4-тен 3 деген енді ол енді мұна нүкте. Мұна аралық. Оған сәйкес Y-тің мәні мынау. Мынау бірінші нүкте, мынау екінші нүкте. Осылай графиктен көрсетеміз. Мына жердегі нүктеге сәйкес ол минус 128-ден 27. Шынымен жерде бірге қарағанда 0-ге жақынырақ болып тұр менің координатасы. Нақты мәнін жаза салайын, мен минус 128-ден 27 болады екен. 2,5 болғанда табамыз. Мен 2,5 деген мына нүкте, соған сәйкес функцияның мәнін табамыз. Ол шамамен мына аралықта болады. Шамамен қазменде нақты мән шықпауы мүмкін. Дәл ортасымен қиылысып тұрған. Ол мүмкін 20. Дәл ортасынан қиылысу керек. Енді оны есептеп көрейік. 2,5. Бізде 2-ден 1 көбейтілген 2,5 деген 10-нан 25, 5-ке қысқартсақ 2-ден 5 деген сөз. Оның кубы керек бізге. 2-ден 1 көбейтілген 2-нің кубы 8, 5-тің кубы 125. Сонда мынау 2 көбейтіндісі 16-тан 125 болады. 125-ті 16-ға бөлетін болсақ, бізде 9-тан десек, аз кетеді 8-ден беріп көрсек, 128 аз кетеді, сонда 7 бүтін екен. 7 бүтін, мына жерде 2-4 ойда 7-ге көбейтеміз 7, 4-пен 11 болады. 112-ні азайтамыз 125-тен, сонда 3-13 қалдық болады. Сонда 7 бүтін 16-тан 13 екен. 7 бүтін 16-тан 13. Бізден 7 бүтін 16-тан 13 шығады екен. Енді соны нүктемен көрсетейік. 5, 6, 7. Сонда 7 бүтін 16-тан 13 деген шамамен мен аралықта қиылысу керек екен. Шынымен мынаның дәл ортасы осы жаңағы мына шаршының дәл ортасы мына жер ғой негізінде. Мына қиылысу нүктесі бай. Графиктен нақты көрсету қиын болады. Мен 2,5 пен сонда функцияның мәні мына нүктеге сәйкес келеді екен. Графиктен таптық деймін. Жоқ мәнімен жазу керек еді. Бірақ мен нақты мәнімен жазып отырмын, қате кетпес үшін. Так, 4-тің кубы бізде ол 64. 64-тің жартысы ол бізде 32. Оның нүктені біз міне тауып қойғанбыз. 4-ті мен жазайын жерде. 4-пен қиылысуын осылай көрсетеміз. Бізде дәптерге сыймайды, осылай жоғары жаққа кетеді. Яғни 13,5-тен үлкен, сонда 32 нақты мәнін жаза салайын жерге. Екінші тапсырмада керісінше функцияның мәні арқылы x-тің мәнін тауып жазу керек. Минус 3. Минус 1. Одан кейін 4, 4,8 дейді. Мына жерде енді жазамыз. Минус 3 болғандағы x-тің мәні. Минус 3-ті табайық. Минус 3 деген мынау функция. Оған сәйкес x-тің мәні бізде болады. Міне, мынау. Осы жақтағы x-ке сәйкес минус 2 емес, минус 2-ге жоқ. Мына аралықта. Өйткені минус 2 деген бізде мынау нүкте ғой. Ол сәл көрбейді, сонда шамамен мына аралық болады. Мына аралықта минус 1,9 емес, 1,20-дан 19 деген сияқты. Минус 2-ге тым жақын санды айту керекпіз, егер жоқ мәнмен алатын болсақ. Енді қазір нақты мәнін тауып көрейік. Нақты мәні минус 3 тең болады 0,5 x куб. 2-ге көбейтеміз минус 6 тең x куб.
Сонда x кубымыз шамамен нештен нақты тіпті жаза алмаймыз екен. Сонда жоқ мәнмен келтіру керек болады. -1 бүтін мен 100-ден деп жазғым келіп тұр, өйткені тым -2-ге жақын. 100-ден неше деп жазайық? 100-ден 90 -1,9 болып қала берсін. Енді -1 болғанда -1 x, y -1 деген міне мәнге сәйкес x-тің мәні аралықта тағы да -1-ге жақын. -1-ге жақын болады. Ол деген мүмкін -1 бүтін оннан 1 деп алайық. Мұнан барлық жоқ мәндер 4 болғанда функцияның мәні 4-ке тең болғанда x-тің мәні тура 2-ге тең. Ол бізде және неде де бар, мына кестемізде де бар. График салған. Енді 4,8. 4,8 деген 5-ке жақын функцияның соған сәйкес x-тің мәні 2-ге жақын сан мәнін аламыз. 2 бүтін оннан 2 деп алайын. Шамамен. Бұның барлығы нақты мән емес, жоқ мәндер. Ал мына жерде нақты мән табуға тырыстым. Бұнда да жоқ мән алу керек негізінде.